Өзін мұсылман санаған адамдардың бірі діннің қағидаттарына немқұрайлы қараса, екіншілері асыра сілтеп шектен шығып жатады. Шариғатта оны ифрат және тафрит дейді. Асыл дініміз болса осы екі араны, яғни орта жолды ұстануды бұйырады. Алла тағала осылайша сендерді орташа бет қылдық дейді. Орта жолды ұстану дегеніміз кез келген нәрседе тепе-теңдікті ұстау. Пайғамбарымыздың бір хадисінде істердің ең абзалы орта жолдан шықпағаны деген. Қазақта бұған қатысты дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің деген керемет сөз бар. Ондағы дінді ұстай алу дегеніміз өзіне де басқаға да дінді ауырлатпай құлшылығын орындау. Егер адам дінді ауырлатып, онымен күресетін болса, міндетті түрде жеңіледі. Ал дұрыс ұстанған жағдайда дін оның өмірін жеңілдетіп, берекелетеді. Нәтижесінде қасиетіне айналады. Сол үшін кез келген істе орта жолды ұстанғанымыз жөн.